Армысыздар көз арақты көрермен. Бүгін сіздермен егіз Сұлтан. Бүгін біз сіздермен дәреже тақырыбын өтетін боламыз. Ал кеттік. Дәреже санды өз-өзіне бірнеше рет көбейтінді білдіретін өрнек. Дәреже ол, мысалы дәреженің ең бастапқы түрі ретінде а санын алайық. А саны а бір өрнек а плюс а. Енді осылай а саны кете беретін болса, плюс а болып, оны біз қанша а болса, біз соны n-ға көбейтіп, аға көбейтетін болсақ, осы қанша аңларын қосылса, дәл осы n көбейтілген а болып шығатын болады. Енді қысқаша былай көрейік. Мысалы а көбейтілген а болатын болса, бұл жерде егер негіздері бірдей болса, дәрежелер қосылып кетеді. Сол себепті аның бір дәрежесі бар төбесінде. Енді бір қосылған бір тең болады. Сонда аның 3 дәреже кубы. Бұл көбейтіндіге қатысты тағы да басқа варианттар, тағы да басқа ережелер бар. Дәреженің келесі, бұл бірінші ереже. Бұна екінші ереже бойынша егер аның квадраты б-ның квадраты болатын болса, біз бұл жерде негіздері әртүрлі, бірақ дәрежелері бірдей болғандықтан дәрежені жақсы санаттарына шығара аламыз. Демек, а көбейтілген б-ның квадраты. Бұл біздің екінші ережеміз, және де енді үшінші ереже бірінші ережеге ұқсайды. Аның мысалы n дәрежесі көбейтілген аның m дәрежесі болса, бұл дегеніміз аның n плюс m дәрежесі болады. Төртінші ереже бойынша, төртінші ережеде бөлшек түрінде келеді. Мысалы аның n дәрежесі, аның m дәрежесі. Ол дегеніміз бөлшек болса, бөлшекті алу минус деп алсақ болады. Аның n минус m дәрежесі. Бесінші ереже бойынша түбір дәрежесінде болады. Мысалы түбір астында а болатын болса, бұл дегеніміз біз түбірдің дәрежесі бізде мына жерде көрінбейтін екі бар. Бір аның дәрежесі бір, бұл дегеніміз аның 2-ден 1 дәрежесі. Бұл түбірді дәрежеге айналдыру бөлшек түрінде болады. Тағы қандай ереже алды? Бізде тағы да 6-шы ереже. Бұл дәл 3-ші ереже. Екінші ережеге ұқсайды, бірақ бөлшек түрінде. Аның n дәрежесі б-ның n дәрежесі болса, біз бұны n-ді жақсы сыртына шығара аламыз. Демек, сонда а-ны а бөлінген б жақсы сыртында n дәрежесі. Бұл біздің дәреженің ережелері. Ал енді қысқаша есепті шығарып көрелік. Бірінші есеп. Бірінші есепке 16-ның n дәрежесі көбейтілген 4-дің n минус 2 бөлінген 8-дің 2n минус 2 дәрежесі. Бұл жерде негіздерін бір негізге келтіріп аламыз. Мысалы 2-ге келтірелік. 2-ге келтіретін болсақ, 16 2-ның 4 дәрежесі. Демек, 2-ның 4n дәрежесі n-ға көбейтіліп кетеді. Көбейтілген n 2-ның 4 2 дәрежесі. Демек, 2-ның 2 жақшаның ішінде n минус 2. Астында 8 2-ның 3 дәрежесі. Демек, 3 көбейтілген 2n минус 2. Бұл тең болады. Бізде негіздерін келтіретін болсақ, 2-ның 6
n қосылып кетеді. Негіздері бірдей болғандықтан 6n азайтылған 4. Неге жазылмайды? 6n бөлінген 4 дәрежеде тұрады. Алтын бөлінген 4, ал астында 2-нің 6n минус 6 дәрежесі тең болады. 2-нің 6n азайтылған 4 азайтылған 6. Дәрежеде тұрғандықтан дәрежелер бір-біріне азайтылған 6n минус 6. Жақшаны ашып жібереміз. Сол кезде бізде 2 6n минус 4 минус 6n плюс 6. Минус плюс болып кетеді. Бізде 2-нің минус 6 мен 6 кетеді. 6-тан 4 тастайтсақ 2. Демек жауабы 4 болады. Екінші есебіміз. Екінші есепке келетін болсақ, 9-ның 3 дәрежесі 81-дің 4 дәрежесі бөлінген 27-ның 8 дәрежесі. Осыны шығарып көрейік. Бір негізге келтірейік. Бұл бізде 3-ның дәрежесіне келеді. 3-ның негіздерін 3-ке келтірелік. 3-тің 9 3-тің квадраты болады. 3-ті 2 көбейтетін болсақ 6 көбейтілген 81 3-тің 4 дәрежесі. Демек 3-тің 4 дәрежесі ол 16 дәреже болады. Бөлінген бізде 3-тің 27 3 дәреже болса 24 болады. Демек 3-тің 6 мен 16 қосып кететін болса 22 бөлінген 3-тің 24 дәрежесі. Демек азайтатын болсақ 3-тің 22 азайтылған 24 дәрежесі тең болады 3-тің минус 2 дәрежесі. Минустан құтылу үшін астында 1 бар деп есептейміз. 3 пен 1-дің орнына ауыстыратын болсақ, бізде минус тағынбасынан құтыламыз. Сол кезде квадратта жердің 9-дан 1 болады. Тағы бір есеп шығарып көрелік. Үшінші есеп. Бұл жолы бөлшектеріне сәл күрделендірелік. 3-тің 11 дәрежесі 2-нің 7 дәрежесі сыртында 5 көбейтілген 2-нің 8 3-тің 11 дәрежесі сыртында 5 дәреже. Бізде мына жерде дәрежені жақшаның ішіне көбейтіп ашсақ болады, немесе 5-терді жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Ортақ бөлім бердік. 3-тің 11 дәрежесі 2-нің 7 дәрежесі көбейтілген 2-нің 8 3-тің 11 дәрежесі сыртында 5 дәреже. Бізде 8 дәреже мен 2-нің 7 дәрежесі келеді. 3-тің 11 дәрежесі келеді. Демек 2-нің 5 дәрежесі ол дегеніміз бізде 32-ні береді. Ал осымен болды. Біз бүгін дәрежені ережелерін үйрендік, және де оған қысқаша есептер шығарып үйрендік. Бүгіндікке болса, соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі сау болыңыздар. Кездескенше.